Сәлем достар, бүгін сіздермен ММДМС қосылған печеньенің рецептімен бөлсемін. Өте оңай, тез жасалынады, одан да тез желініп кетеді. Үлкендерге де, балаларға да өте қатты ұнайды. Алдымен ерітілген сары майға қант қосып жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше. Үстінен бір жұмыртқа қосып, оны да араластырамыз. Енді ұнды, қопсытқышты қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды аз-аздап қосамыз. Қамырымыз осындай жұмсақ, осындай консистенцияда болу керек. Мінекей осындай болу керек қасықпен. Енді үстінен ММДМС тәттілерін қосамыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, осылай қолымызбен дөңгелектеп, тізіп қойып шығамыз. Барлығын осылай жасап аламыз печеньелерді. Үстінен қолымызбен басып шығамыз. Және де әдемілік үшін ММДМС тәттілерін безендіреміз. Енді барлығын осылай тәттілерін бетіне қойып шығамыз да, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут дайын болғанша, қызарып печеньелеріміз піскенше салып аламыз. Мінекей печеньелеріміз пісіп шықты, өте жұмсақ, жұп-жұмсақ болып шықты. Бұны сіз салқын сүтпен әдемі үйлесім табады. Жақындарыңызды осы печеньені жасап беріп қуантсаңыздар болады. Бір жасағаннан сәтті шығады. Сіздермен бірге болған Жансая, парақшам пайдалы, тіркеліп алыңыз.